Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге оңтүстіктің хит тағамы нан салманың жасалу жолын көрсеткім келеді. Өте оңай жасалынады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші кезекте қамырын дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық тұз салып араластырып, одан кейін ұнның үстіне құямыз және 1 жұмыртқа қосып, қамырымызды не осылай видеодағыдай илеп аламыз. Барлық керек заттарды мен видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын, сол жерден қараңыздар. Қамырды илеп ыдысқа салып 10 минутқа қойып, қайтадан алып, қолымызбен осылай қайтарып, июін қандырамыз. Қайтадан ыдысқа салып қоямыз. Ары қарай біз подливімізге керек заттарды дайындаймыз. Подливке етті осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қалауларыңызша үлкен, кіші етіп турап жасасаңыздар болады, еттің пісуіне қарай. Және де сіздерге айта кететін, менде жылқы еті, қалауларыңызша қойын немесе сиыр етін қоссаңыздар болады. Міне достар, етіміздің барлығын турап алып, ары қарай пиязды тураймыз. Пиязымызды осындай 4 бұрышты бөліктерге және де бұрышымызды да осылай майда 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Яғни барлығын 4 бұрышты етіп турап дайындап аламыз. Мен барлық тағамға сарымсақ қосқанды ұнатамын, сондықтан бұл тағамға да сарымсақты турап қостым. Қоспасаңыздар да болады, онсыз да дәмді болып шығады. Міне ары қарай сәбізімізді де майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Достар, егер сіздерге видео рецепт ұнап жатырса, менің каналыма подписаться қызыл батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар, және де лайк басып, қай қаладан қарап отырсыз, сол туралы да жаза кетіңіздер. Міне достар, мен барлығын турап дайындап алдым. Барлық керектіні алдын ала дайындап алсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Газға табамызды қойып, май құйып, қыздырып, осылай етімізді саламыз. Алғашқы кезекте етіміз қуырылғаннан кейін оның үстінен сарымсақ, пияз, болгар бұрышын қосып, тағы да 1 минуттай қуырамыз. Міне достар, пиязымыз сарғайғаннан кейін оның үстінен сәбізді салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Ары қарай оның үстінен қызанағымызды қосамыз. Қызанақтың орнына томат пастасын қолдансаңыздар болады. Мен қызанақ қосып жасадым. Ары қарай дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз, араластырамыз. Егер сіздерге дәмдеуіш қосқан ұнаса қоссаңыздар болады. Мен подливім қою болып шығу үшін осылай 1 ас қасық ұн салып араластырып, ет пен көкөністер батып тұру үшін су құямыз. Міне осылай видеодағыдай жасаңыздар. Қақпағын жауып, қайнағанша қойып, қайнағаннан кейін картопымызды салып, баяу отта жаймен пісіретін боламыз. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар және әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Достар, міне июі қанған қамырымыз осылай болып шығуы қажет. Видеодағыдай өте біркелкі, жарылмай, жақсы болып шығады. Қамырымызды алып, қамыр жаятын жерге осылай дөңгелетіп, қолымызбен басып, формасын жасап алуымызға да болады. Ары қарай оқтаумен қамырды дөңгелетіп жайып аламыз. Қамыр жайғанда ортасын баспай, шет жағына қарай қолымызбен айналдыра отырсаңыздар, осылай дөңгелек, жұқа, әдемі қамыр жайылып шығады. Қамыр жайып алғаннан кейін арасы жабыспас үшін ұн сеуіп, осылай оқтауға орап, видеодағыдай екі ортасынан бөліп, қамырымызды нан салмаға керекті етіп кесіп аламыз. Өте оңай жасалынады достар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тағамды әр жерде әртүрлі атайды. Бізде оңтүстікте нан салма деп атайды. Сондықтан сіздерге ұнап қалар деген оймен осы рецепті бөлісіп жатырмын. Қамырды турап алғаннан кейін осылай қолымызбен видеодағыдай жасап, қамырлардың араларын ашатын боламыз. Достар, осы жер өте маңызды. Міндетті түрде осылай қолымызбен қамырлардың арасын ашып, жайып қойыңыздар. Сонда біздің қамырларымыз бір-біріне бірікпейтін болады. Ары қарай подлив піскеннен кейін мен осындай укропты қостым. Укроптың дәмі де жақсы болып шығады. Укропты мен алдын ала осылай тоңазытқышта қатырғанмын. Ол туралы видео осы YouTube каналымда бар. Көрсеңіздер болады. Міне біздің ұн қосылғаннан кейін подливіміз қою болып шықты. Ұн қоспасаңыздар сұйықтау болып қалады. Достар, біздің подливіміз дайын болды. Ары қарай кастрюльге осындай су қайнатып, тұз қосып, қамырларымызды салып аламыз. Қарапайым крандағы алған суды қайнатасыздар. Қамырларымыздың барлығын осылай салып, араластырып, қақпағын жауып, қайнағанша қоямыз. Асты қатты отта тұруы қажет. Не арасында осылай қақпағын ашып көріп тұрыңыздар, тасып кетпесін.
4-5 минут аралығында қамырымыз пісіп шығады. Үстінен мұздай суды құйып, нан шолпының көмегімен қамырымызды алып аламыз. Міне достар, біздің тағамымыз дайын болуға аз қалды. Қамырымызды осылай алып, үстінен подливті саламыз. Подлив өте дәмді болып шықты, өте қою, әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде бөлісіп қойыңыздар достар. Бұл тағамды бір жасап көрсеңіздер, қайта-қайта жасап жегіңіз келеді. Достар, жақындарыңызға жасап беріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.